Ертеде бір есек болыпты. Ол ұзақ жылдар бойы иесіне адал қызмет етіп, қап-қап ұн тасыпты. Бірақ уақыт өте келе есек қартайды, күші қайтты. Содан иесі оны асырағысы келмей, қуып жібермек болады. Есек мұны сезіп, енді қайтпекпін, деп ойға шомады. Ең дұрысы, Бремен қаласына барайын. Онда мен музыкант боламын, деп жолға шығады. Біраз жүрген соң, жол жиегінде тілі салақтап, демігіп жатқан итті көреді. «Ей, досым, саған не болды? Неге сонша шаршап тұрсың?» деп сұрайды есек. Есек досым, дейді ит мұңайып. Мен қартайдым, аң аулауға шамам келмейді. Ием мені өлтірмек болды. Сосын мен қашып кеттім. Енді қайда барарымды білмеймін. Онда жүр менімен, дейді есек қуанып. Мен Бременге бара жатырмын. Мен лютняда ойнаймын. Ал сен дауылпаз боласың. Керемет ансамбль құрамыз. Ит қуана келісіп, екеуі бірге кетеді. Көп ұзамай, олар жол үстінде беті қолы мұңға толған бір мысықты көреді. «Ей, мысық, неге түрің бұзылып кеткен?» деп сұрайды достар. «Қалай көңілді болайын?» дейді мысық. «Тісім мұқалды. Тышқан аулағаннан гөрі пештің үстінде жатқанды ұнатамын. Соған ием ашуланып, мені суға батырмақ болды. Зорға қаштым». «Онда жүр бізбен», дейді есек. «Сенің даусың әдемі ғой. Бременде сен де музыкант боласың». Үшеуі біраз жүріп, бір ауланың қақпасында шырқырап айқайлап жатқан әтешті көреді. «Саған не болды? Неге сонша бажылдайсың?» деп сұрайды олар. «Ертең қонақтар келеді екен», дейді әтеш қапаланып. «Үй иесі мені сойып, сорпа жасамақшы. Соған соңғы рет бар, даусыммен айқайлап жатырмын». «Ойбай, олай болса қаш бізбен», дейді есек. «Бәрібір өлімнен қашқан жақсы ғой. Даусың зор екен, Бременде бізге көмекші боласың». Төртеуі бірге келе жатып, орман ішінде түн болады. Қарны ашып, шаршаған достар алыстан бір жарықты көреді. Ол қарақшылардың үйі еді. Достар терезеден сағалап қараса, үстел үстінде тәтті тамақтар, ет, нан, бәрі жайнап тұр. Ал қарақшылар мәз болып жеп отыр. «Біз оларды қорқытуымыз керек», дейді есек. Олар жоспар құрады. Есектің үстіне ит секіреді. Иттің үстіне мысық шығады. Ал ең төбесіне әтеш қонады. Сосын бәрі бірдей айқай салады. «Ио! Ау-ау! Няу! Кукареку!» Олар терезені шағып, үйге қарғып түседі. Қарақшылар зәресі кетіп, «Құбыжық келді», деп орманға қаша жөнеледі. Музыканттар тойып, тамақ ішіп, ұйқыға жатады. Түн ортасында бір қарақшы үйге қайта келеді. Қараңғыда о мысықтың көзін көріп, «Шоқ екен», деп сіріңке жақпақ болады. Сол кезде мысық оны тырнап алады. Ит келіп балағынан тістейді. Есек теуіп жібереді. Ал әтеш төбеден «Кукареку!» деп айқайлайды. Қарақшы зорға қашып шығып, жолдастарына «Онда бір сұмдық жылан бар екен, мені тырнап алды. Есіктің алдында бір дәу бар екен, аяғынан пышақпен ұрды. Ал шатырда білеуші отыр екен, ол ұстаңдар оны», деп айқайлады, дейді. Содан кейін қарақшылар ол үйге жолаудан қорықты. Ал біздің Бремен музыканттарына бұл үй қатты ұнады. Оларға Бременнің де керегі болмай қалды. Содан бері олар осы үйде тату тәтті ән айтып өмір сүріп жатыр екен. Тағы да әндер мен ертегілерді қалайсың ба? Біздің тегін Лолла қолданбасын жүктеп ал.